Сен сұрадың бетіңе ағызбауымда похуизм. Тура айтсам, ол қызық емес. Сен бірден задний беріп жатсың. Қазақ рэперлер аса қатты шығынға келген кезде задний беріп қалады. Қызыл кеңірдек болған жоқсыңдар ма? Басқа рэперлердің өзара конфликті болса, келіп бетпе-бет. Әрқашан біреудің пікірлері әсер етіп кетті ғой сонда. Еліміздегі деградацияның деңгейінің көтеріліп жатқаны көзім ашық адаммын мен ондай нәрселерді қолдай қоймаймын. Деградация бұл, Бұл деградация. Қыздың жалаң ештеңесі, ол жаман ештеңе көріп тұрған жоқпын. Ол негізі дұрыс болмады. Бәріне сәлем, бұл әдеттегідей дат сұхбат. Бізде бүгін қонақта Тимми. Өзің жайлы айтып өт. Ең алдымен бірден бастайық кетейік. Есімім Құралбек, лақап атым Семидигл. Қарағанды қаласының, Теміртау қаласының тумасымын, Қарағанды облысында. Айналыма қарайым, бір фит құсап, бір фрик құсап, типа хит құсап. Бәрі құрады үндемей тұзақ, бөрлер ортасын жекейт бұзат, бірақ тиім ұзаққа ұмтылды. Жалпы рэпке қалай келдің? Көрермендерге айтып өтсең. Мектеп оқып жүрген кезімде мен орысша рэптің тыңдарманы болатынмын. Сол кезде, сол уақыттарда өте үлкен қарқын алып жататын орысша рэптегі батл рэп. Соның тыңдарманы болып жүре келе, мен естіген жаңалығым қазақ рэпте 2014 жылы сондай бір ауқымда ақша тігілген батл болды. KZ Sound Public ұйымдастырған. Сол себепті мен ойладым, неге өзімнің күшімді сынап көрмеске, өткені орысша батл рэпті тыңдай келем, менде өзіндік көзқарас пайда болды. Мен де қолымнан келеді деп ойладым. Сол себепті алғашқы трегімді сол батлға арнап, солай батлға қатысып кеттім. Түсінікті. Бірақ мен жалпы сен шығармашылығыңды көргенде мен лирика тректерде таптым мысалға. Лирика жазуға не түрткі болды сонда? Ол кезде кішкене не болсын деп, бір батл рэпте ғана жазасың ба деген сияқты әңгімелерді естігеннен кейін мен ойладым, неге басқа тақырыпта да әңгіме қозғап көрмеске деп. Сол кезде солай пайда болған. Демек саған әрқашан біреудің пікірлері әсер етіп кетті ғой сонда? Негізі маңызды болатын, басында өткені критика дұрыс болса, оны дұрыс қабылдап, өзіңді дұрыс жаққа жетелей алсаң, критика арқылы ол өте жақсы деп ойлаймын. Мен сол үшін жан-жақты болғым келді. Жаман ештеңе көріп тұрған жоқпын одан. Сенің рэпіңдегі ерекшелік ол сөздік қорының әлдеқайда біраз жақсы дамығандығы және қазақ тіліндегі сөздерді бір-бірімен жақсы ойната білесің. Қалай, сен әдебиетке мүмкін қызықтың ба, мүмкін көп кітап оқыдың ба, қайдан келді бұның бәрі? Жоқ, өткені отбасым өте сондай қазақи адамдар болатын. Мен негізі орысша мектепте оқығанмын, бірақ соның өзінде де ол ешқандай әсерін берген жоқ. Қазақ тілі бойымда қалай туғанынан болды, ол солай қалды. Және рэп арқылы өзімнің мәтіндерім қызықты болу үшін мен де біраз ізденіп, одан жақсырақ қылып алдым. Сондай бір пайдасын тигізді рэп. Қазақ әдебиетінен оқыған ең керемет деген бір кітапты айтып берші, кімді? Аса қатты оқыған кітабым. Хоть біреу. Мектептің кезінде әдебиеттен берген нелер болатын. Үй тапсырма бойынша оқып кел деген нәрселер. Бірақ оның өзі де көбінесе есінде қалған жоқ. Жарайды, қазіргі рэптің жағдайын оралайық. Қазақ рэпінің жағдай сені қанағаттандыра ма? Мен рэпке тиіп қашып келіп жүретін адаммын. Әр кезде жылына бір рет осындай қазақ рэп есіме түсіп, бір қарап шығам, не болып жатыр деп. Жалпы айтарым, әр осы жылына бір рет қайттан іздеп, не болып жатыр, жаңалық іздеп жатқанымда байқаймын, негізі өсу болады. Бірақ шетелдік рэпке қарағанда әлдеқайда не баяу жылдамдықпен дамып. Бізге не кедергі болып жатыр? Бізге кедергі біріншіден олар көп рэперлеріміз ойлайды, жай жүреміз, трек шығарып, өстіп бірдеме көтеріліп кетеміз, бізді біреу тауып алады да, сонымен көтеріліп кетеміз деп. Жоқ, ол негізі одан да көп еңбекті талап етеді. Ол тек қана сен бірінші сапаңды көбейтуің керексің. Одан кейін бейне материалдары, оның барлығы шығын. Ал бізде қазақ рэперлер аса қатты шығынға келген кезде задний беріп қалатын адамдар. Сол үшін оларға ыңғайлы үйде үйдегі студияда жазып, солай тректер шығарып жүре берем, бұлай көтерілем деп ойлайды. Сол үшін еңбек аз, одан ешқандай не болмайды. Жалпы сен сырттай сипаттап отырсың ғой, жалпы сырттай сипаттап отырғанның ішінде сен өзіңді де айтып отырсың ба әлде? Әрине. Демек сен
ауруды білесің және ауруды қалай емдеу керек екенін білесің, неге әрекет бірақ істемеймін оны. Не үшін? Өйткені қазір әртүрлі себептер болады. Мен мысалы соңғы жарты жыл осы жақта Алматыда жүрмін. Қазіргі көп ойым ол рэп емес, ол күнкөріс болып кетті қазір. Оның алдында тоже аса қатты не болған жоқ деп ойлаймын мен өзімде. Талпыныс болған жоқ, онымен айналысам деп. Мүмкін мен өзіме сенбеген шығармын, оның іспен айналысқым келеді деген сияқты. Мен түсінемін, сен пока рэпте не уверен жүрсің, оқымай кетемін ба, әлде оқимын ба, қоя саламын. Мен айта алмаймын нақты, мен осылай жүремін, өмір бойы айтып, осылай жүре беремін деп. Өйткені мен көзім ашық адаммын, мен болашағымда дәл осы қазіргі күнде қалай өмір сүремін, мен болашағымда солай өмір сүргім келмейді. Сол үшін мен ойлаймын, қазақ рэп мені жеткізе алады деп мен армандаған өмірге. Иә, оны бәріміз білеміз, қазақ рэпі қазір өте төмен деңгейде, бірақ тіпті сен алдында болған жігіттер айтып өтті, рэпті бірге көтереміз деп, бірге сол деңгейге жеткіземіз, яғни бәріміз қанағаттанатын деңгейге жеткіземіз деп. Сен бірден задний беріп жатсың, түсінбей қалдым. Задний бергенде мен қазір мен қолымнан не келеді, мен оны істеп жүрмін, істеп те жүрмін, қолымнан келгенше. Сода да мәселе. Дат жайында айтып өтсең, қарсыласың Мадок болды, өте керемет қызықты батыл көрсеттіңдер. Жалпы сол батыл жайында өзің қысқаша ойыңды білгіміз келеді. Батылға қатысуға ұсыныс түскеннен бастап, уже ойлар келді, қалай істеуіміз, не істеуіміз керек, біздің алдымызда қандай міндеттер жүктеліп жатыр деген сияқты. Ең бірінші түсінгенім, батыл болғандықтан мен өте жақсы батыл көрсеткім келді. Басқа қуып кетпей, тек ол Дат деген батыл проект болғаннан кейін мен сол нағыз батыл көрсеткім келді. Сол. Нағыз батыл көрсеттің, бірақ нағыз татуировкалар болмай қалды. Сол жайында не ойлайсың? Ол негізі дұрыс болмады. Татуировкалар. Серьезно. Балалықпен бәлде қалай? Жоқ, похуизм. Похуизм. Түсінікті. Жалпы батылда айтқан тексттеріңнен де байқадым. Панчты көп қолданасың, және ерекше панчтар. Жалпы қалай жазасың панчты? Жас рэперлар көріп отқан болар, мүмкін қызық шығар. Олар панч деп естиді, бірақ жаза алмайды. Қалай? Панчты қалай жалпы ойлап қағазға түсіру керек? Панч деген мысалы қарсыласыма қарап отырып, бір кемшілігін табам оның. Бірақ ол кемшілігін осы қалай тура айтсам, ол қызық емес. Мен солы айналдырып алып келгенді ұнатам да. Сол айналдырып алып келген, сол панч болады. Өте жеңіл сөз емес. Ол кішкене ой қосыпты екен, тырысыпты ғой деген сияқты. Соны панч деп білемін мен. Кішкене тура мағынада емес, ауыспалы мағынада және қарсыласыма тиетін нәрсе. Ол батыл панч болатын болса. Жалпы поэзия терминдарынан мүмкін хабардар боларсың. Метонимия деген бар негіз. Алмастыру. Жалпы сөз алмастыру. Жалпы панч деген сол поэзиядағы метонимияға ұқсай ма? Ол кіреді, иә. Панчтың құрылымы өте үлкен. Панчты әртүрлі істеуге болады. Әдістері көп, тәсілдері көп. Кімге қалай ыңғайлы солай істейді. Салыстырулар, теңеулер, өте сондай ұшқыр мазақтар, оның барлығы кіреді. 21 ғасырдың ауруы не деп ойлайсың? Ең басты ауруы? Ауруы да сол, бірақ алға жетелеп жатқаны да сол, интернет. Ауруы да осы қазіргі заманның. Жалпы социум, иә? Жалпы социум. Біз қаншалықты жұтылып кетеміз осы нәрселерден? Себебі қазір бәрінде смартфон, адамдардың барлығы мысалға бүгін бір жаңалық шықса, ол 2 аптадан кейін уже актуалды емес. Тек 2 апта, 1 апта. Жаңалықтар өте тез ұмытылуда. Осындай сәттерде дұрыс ақпараттың бағанағы дұрыс емес ақпаратпен бірдей су болып ағып кетуіне, мысалы, өзің не ойлайсың сол жайында? Су болып ағып кеткенде өзіңе пайдалы, өзіңе керекті ақпаратты аласың. Керек емес ақпаратты өткізіп жібересің. Бір жақсы жері сенде таңдау болады. Ақпараттық әлемде таңдау бар сенде. Миллиондаған ақпараттық ресурстар бар. Оның арасынан сен өзіңе керектісін алдыңа былай қойып берсе де көресің, қызық болса аласың, қызық болмаса өткізесің. Және өзіңде іздеп тауып алатын, ол өте жақсы деп ойлаймын. Жалпы қазіргі қазақ қоғамындағы өте бір трендке айналған нәрсе ол қазақ қыздарының шешінуі, иә? Және шешініп, және сәукеле киіп алуы.
және соны желіге шығаруы. Осы тараптағы пікірлерді қандай пікірдесің жалпы, қалай ойлайсың? Пікір, мен ондай нәрселерді қолдай қоймаймын. Негізі атың шықпаса жер өрте деген бар. Бірақ ондай тәсілмен атақ жинау ерсі деп білемін мен өзім. Өйткені өзім тәрбием болған. Дәл қазір 193 мың болды подписчигі. Ол мақтанарлықтай нәрсе емес, ол еліміздегі деградацияның деңгейінің көтеріліп жатқаны. Деградация бұл, Бұл деградация. Өйткені көретінің не ол жерде қыздың жалаңаш денесі, сен сол үшін сол денемді көрсетем деп қаншама артынан адам ертіп алатын болсаң, ол адамдардың деңгейі көрініп тұр. Демек ол мақтанарлық нәрсе емес ол. Даттағы қарсыласымен болған батылдан не түйдің, және қарсыласың ең саған бір ауыр тиіп кеткен панчтар есіңде бар ма? Қарсыласым өте жақсы дайындалып келген ол кезде. Ең қатты тиген көңілімнен шыққан панч. Видет, сен сұрадың бетіңе ағызбауымды, өтініп қол создың сыпайылықпен. Енді сенің алақандарың жабысқақ, бірақ бұл білдірмейді сенің болғаныңды спайдермен дейді. Сен сұрадың бетіңе ағызбауымды, өтініп қол создың сыпайылықпен. Енді сенің алақандарың жабысқақ, бірақ бұл білдірмейді сенің болғаныңды спайдермен. Өте сондай лас панч кетті сол кезде. Лас және бұлай құрылым жағынан күрделі, иә? Құрылым жағынан өте сондай жақсы деңгейдегі панч. Сен батылайын өкпелеп, ренжіп, араларында сондай бір қызыл кеңірдек болған жоқсыңдар ма? Жоқ. Мен о бастан, мысалы, менде негізі датта басқа қарсылас болу керек еді. Сол бізге датқа мадок қатысады дегеннен кейін, мен өзім танитын жақын досым, сондықтан біздің ойымыз да бір жерден шығады. Біздің ойымыз тек жақсы деңгейлі батыл көрсету болды. Сондықтан ол батылда айтылған сөз сол батылда қалды. Одан кейін ешқандай көзқарас бұзылған жоқ. Әлі күнге дейін бауырдай араласамын. Біздің көрермендерінде басты проблемасы сол. Олар ойлайды, батыл бұл не, бұл ерегесу, яғни келіп бұл жерге айтып төбелесе салмайсыңдар ма дейді. Немесе еркек болып кебап осындай әңгімелер айтып тұрсыңдар, мына жер жараспайды деген нәрселер айтады. Не ойлайсың сол жайында? Біріншіден, батыл осы дат проект бұл шоу. Шоу екенін түсіну керек, біріншіден. Және де ол қатысушыларға байланысты ол. Мен мысалы шоу ретінде келдім бұл жерге. Басқа рэперлердің өзара конфликті болса, дат алаңы солардың конфликттерін бір жағынан шығаруға бойынша сондай мүмкіндік береді деп ойлаймын. Келіп, бетпе-бет кездесіп, сөйлесіп, солай сол жерде шешіп тастауға жақсы бір мүмкіндік, жақсы бір алаң деп білемін. Соңғы сұрақ, өзіңді жалпы 5 жылдан кейін қайда көресің, және жалпы қазақ рэпін қайда көресің осы жайлы? 5 жылдан кейін, мен кішкентай кезімнен ойлағам, Алматы қаласына келіп тұрсам деп. Қазір осы қалаға келдім, жеттім, маған осы жеткілікті. Алдағы 5 жылға точно жеткілікті осы. Ал қазақ рэпті айтатын болсақ, көре жатармын. Нақты бір не жоқ, жол не болжам жоқ, нақты бір. Мүмкін түбегейлі жоқ болып кетуі де мүмкін. Қазақ рэпін ешкім жазбай, тіпті орындалмай кетуі де мүмкін болсын да? Енді қазірдің өзінде қарап отырсаң, көптеген баяғы айтып жүрген рэперлер қазір қойып кетті. Өткені нәтиже көрмегеннен кейін ба. Солай да әрі қарай болып кетуі мүмкін. Бірақ қазақ рэпінен нан табу ол мүмкін емес, иә? Тауып жүрген балдар бар ғой негізі, бірақ не да? Тек қана өзіңе ғана байланысты нәрсе емес ол. Тағы да үлкен сондай команданың, сондай үлкен адамдардың үлесімен болатын нәрсе ол. Түсінікті. Иә, Тими пікіріңмен танысып шықтық. Достар, сонымен бұл дат сұхбаты. Бізде бүгін қонақта болған Құралбек, яғни Тими. Келесі кездескенше сау, аман болайық.